Сәлем достар. Бүгін біз таңғы асқа осылай полка нан мен жұмыртқадан 1 минутта дайын болатын тамақ жасаймыз. Ең алдымен осы полка нанды мына жерде кесіп жеп тұралар. Ең алдымен нанды осылай, мына бір нанымды осылай бөліктерге бөлдім. Енді оған жұмыртқа қосамыз. 5 жұмыртқа қосамын. 5 жұмыртқаға осы салаттың приправасын қосамын. Өзім дәмдеуіш дәміне қарай. Біреулер қосады, біреулер қоспайды дегендей. Мінекей 5 жұмыртқамыз дайын. Енді оған көлеміне қарай осыншама тұз саламын. Және осы дәмдеуіш салаттан өте жақсы көреді біздің үйдің балдары. Егер ұнатпаса, салудың қажеті жоқ. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей дайын араластырған жұмыртқамыз, нанымыз және сұйық май. Қысымға бастаймыз. Қолым таза, алдын ала айтып қояйын. Ешқандай комментарий керек емес. Мінекей осылай. Алып. Нан да дәл солай. Өте жылдам тез піседі бұл. Şimdi birінші салғанымызды аударамыз. Өзі жұмыртқа әрі оңай, әрі тойымды балдарға. Әрі витаминге бай ғой. Алдық. Дәл солай басқаларында пісіреміз. Мінекей өте керемет дәмі, енді айта алмаймын. Жұп-жұмсақ ас болсын бізге.